достар, бұл мәрмәр өнер мектебі. Біз тағы да бір сөмке қызықты мәліметтер жинап алдық қой. Соны сіздерге алып келдік. Мәрмәр студиясы таңғалдыратын нәрселерді ғана айтады. Енді мен айтатынымды сіздер енді білмейсіздер ғой. Точно білмейсіздер. Ол мақтаншақ біз ғана білеміз деп тұрсың ба? Конечно, мен ғана білемін. Енді біздің көрермендеріміз де білетін болады. Онда бастайық. Таң тамаша бағдарламасы кеттік. Сонымен әлемдегі ең кішкентай жаратылыс туралы айтамыз. Ең кішкентай. Ойбай, сонда қандай ол? Көзбен көрудің де өзі қиын жануарлар да бар. Екеуміз бар ғой, фантастика айтып жатқан сияқтымыз. Бұл фантастикада емес, фантазияда емес. Білесіңдер ме, балалар? Ал жер бетіндегі ең кішкентай тіршілік иесі ол кім? Ол шыбын емес пе? Айтсам сенбейсің? Сенем, айтшы, Жанерке. Ол кәдімгі жарғанат қой. Жарғанат деген үлкен болмай ма не? Оның кішкентай түрі Таиландта өмір сүреді. Сонда ол шыбыннан да кішкентай ма не? Оның дене көлемі 4 миллиметр ғана құрайды. 4 миллиметр жарқанат па не? Жарғанат. Ол өзі ұшып бара жатса, біз оны көрмей де қаламыз. Айтсай оданша, отбасымен ұшып бара жатса, көрмей де қаламыз ғой. 4 миллиметр дегенің кішкентай бидайдың дәні сияқты ғой. Балалар, Таиландқа барған кезде абайлап жүріңіздер. Ал сен қандай кішкентай жануарды білесің, айтана? Айтайын ба? Айтшы. Ол бақа. Бақа да үлкен болмай ма? Бақаның кішкентай да түрі бар. Ол 7 миллиметр. 7 миллиметр дегенге сен қалай сенесің? Олардың тістері қоңырқай болады. Олар жерде мүлдем көрінбейді. Мен білемін. Олар жануарлардың қорғану әдісі ғой. Өзі 7 миллиметр болса, өзі қоңырқай болса, даусы да шықпайтын шығар оның. Сен бақаның даусын сала аласың ба? Куак-куак, куак-куак, куак-куак. Жанерке, мен саған жаңағы бақаның даусын салып берейін ба? Түк естіген жоқпын. Олар ұлдарға ғана естіледі, ал қыздарға естілмейді. Жарайды, біз кішкентай жарғанатпен бақа туралы айттық. Енді не айтамыз? Енді кішкентай кесірткені айтамыз. Кесіртке де үлкен болмай ма? Оның кішкентай түрі де бар. Оны прокизия минима деп атайды. Оның ұзындығы 1 сантиметр ғана. 1 сантиметр неге сонша кішкентай? Оның ата-анасынан сұрамайсың ба? Кетші бар, олар қайда жүреді? Олар Мадагаскар аралында жүреді. Зрениең көрмесе, онда сен оларды көре алмайсың. 1 сантиметр деп ойламаппын. Ең қызығын айтайын ба? Олар деген түстерін ауыстыра алады. Мысалы келтіретін болсам, ол күз кезінде сарғыш болып ауыстырады, ал жаз кезінде жап-жасыл болады. Ал таста қызылға айналып кетеді. Ал енді мен ең кішкентай жаратылыс туралы мен айтамын. Айтшы, әйтеуір сен тыңдайықшы осы. Жер бетіндегі ең кішкентай тіршілік иесі ол медуза. Ол ұлы медуза ма не? Ол медуза ириканджи деп аталады. Ол ақ қоңырауға ұқсайды. Қоңырау дейсің ба? Қоңырау, шынымен медуза қоңырауға ұқсайды ғой. Сенесің бе, Айдана? Ол 25 миллиметр ғана екен. Мәссаған, 25 миллиметр? Примерно сенің көзің сияқты ғой.
Менің көзім сияқты? Жоға, сенің көзің сияқты ғой. Мен примерно дедім ғой. Жанерке, ол қоңырауға ұқсаса, оны ұстауға бола ма? Жоқ, ол өте улы болады. Балалар, оны көріп қалсаңдар, ұстамаңдар. Ал бағдарлама соңында да тағы кішкентай жаратылыс туралы айтқан кеп тұр. Сіздер ең кішкентай бұғы туралы естіп едіңіздер ме? Кішкентай бұғы бар деп айтпашы, Жанерке. Бар, Айдана. Ол кішкентай ит сияқты. О, тоба, мен не естіп тұрмын? Кішкентай ит сияқты? Иә, оны пуду деп атайды. Ол Чили елінде кездестіруге болады. Міне балалар, біздің ғаламшарымызда осындай тұрғындар да бар екен. Әзірге сау болыңдар. Сіздерге ең кішкентай жануарлар туралы айтқан біз кішкентай қыздар Айдана мен Жанерке. Чао!